Мекке жаратқанға құлшылық ету үшін ең алғашқы мешіт тұрғызылған қала. Әл-Харамның жер бетіндегі бірінші мешіт екендігі жайлы Құран кәрімде ақиқатында адамдарға ең алғаш салынған Бәккедегі үй, ол әлемдер үшін құт-береке әрі тура жол деп баяндалған. Қыбла да осы шаһарда орналасқан. Сонымен бірге пайғамбарымыздың сәлләллаху алейхи уәссәләм кіндік қаны тамған құтты жерде Мекке. Алла тағала Құран кәрімнің екі жерінде және осы қауіпсіз қаламен ант етемін және жоқ осы қаламен ант етемін деп Мекке шаһарымен серт етуі қаланың қасиетті де құтты екендігінің айқын дәлелі. Алла тағала бұл қаланы құлшылық ету үшін арнайы келуді парыз еткен мекен. Ал Алла тағала қош көрген жердің пайғамбарлар мен мұсылмандар жүрегінің төрінен орын алары сөзсіз. Құран және хадис беттерінен Меккенің рухани ерекше қала екені белгілі. Сондықтан бұл қалаға қатысты өзіне тән талаптары да болуы орынды. Мекке мұсылмандардың құбыласы, қағба орналасқан қала. Құран кәрімде: «Ей Мұхаммед, біз жүзіңнің аспанға бұрылғанын көреміз. Енді сені өзің разы болатын қыбылаға бұрамыз. Жүзіңді Әл-Харам мешіті жағына қарат» деп әмір етілген. Мекке қалаларының анасы, Алла тағала және елді мекендердің анасы және оның айналасындағыларды ескертуің үшін түсірдік деп әмір еткен. Ибн Касир Мекке елді мекендер анасы деп аталуы оның басқа ауыл қалалардан мәртебесі жоғары екендігінің айғағы дейді. Сауаптар еселенетін қала. Бұл қалада ізгі амалдың сауабы еселенеді, әсіресе намаздың сауабы. Пайғамбарымыз Харам мешітіндегі намаз одан басқа мешіттегі намаздан 100 000 есе абзал деген. Құран кәрімдегі кім ол жерде әділетсіздік етіп ақиқаттан ауытқуды қаласа, біз оған қинаушы азапты тарттырып деп аяттарында атап кеткен. Меккеде жасалған күнәнің жазасы да ауыр болады. Аятта тіпті жамандықты ойлаудың өзі ауыр екендігі ескертілуде. Себепші патшаның сарайында жасалған қылмыс алыс ауыл аймақта жасалған қылмыстан ауыр келетіні мәлім. Қауіпсіз және тыныштық қаласы. Меккеде ағаш бұтағын сындыруға, жануарларды үркітуге тыйым салынады. Ал адам өзінің жаны мен малына толықтай қауіптенбейтін қала. Құран кәрімде кім оған кірсе аман болады дегендей, Мекке Алла тағаланың барлық жаратылысына амандық шаһары. Алла тағала үшін ең ұнамды қала. Абдулла бин Ади: мен расында Алла елшісінің түйеде отырып, валлахи расында сен Аллаға ең хайырлы жерсің, Алланың ең ұнамды жерсің. Егер мен күшпен шығарылмасам, сенен шығып кетпес едің дегенін көрдім деген. Дұға тілек қабыл болатын жер. Хадисте қажылық пен умра жасаушылар Алла тағаланың қонақтары. Олар тілек етсе жауап береді, истиғфар етсе күнәсін кешіреді деп айтылған. Меккеде жоғалған затты алуға тыйым салынады. Тек иесін іздестіру үшін алуға рұқсат. Ибн Аппас: Әл-Харамда жоғалған затты алуға болмайды, тек иесін іздеп жар салушыға рұқсат деген хадисті риуаят еткен. Құбылаға бетпен және арқамен отыруға болмайды. Хадисте: егер үлкен дәретке отырсаңдар, құбылаға бетпен және арқамен отырмаңдар, шығыс немесе батысқа қарап отырыңдар делінген. Мекке мен Мәдинада джаджал кіре алмайды. Анас бин Малик: джаджалдың аяғы баспаған қала қалмайды, тек Мекке және Мадинаға кірмейді деп риуаят етеді. Мекке Алла тағала қорғауындағы қала. Піл жылы қорғаны сияқты ақыр заманда да жаман ниеттілердің әрекетінен жаратушы қорғайды. Айша анамыз: бір әскер қағбаға соғыспен кіреді, олар шөлді жерде болғанда әскердің басы мен соңы жер жұтады деп әңгімелейді. Имандылардың жүрегі аңсап тұратын мекен. Мұсылмандар барлығы Меккені және қағбаны аңсап ерекше сүйіспеншілік көрсетуі Ибрахим дұғасының жемісі. Ол: Раббымыз, ақиқатында мен ұрпағымнан бір бөлігін қасиетті етілген үйіңнің жанындағы егінсіз алқапқа орналастырдым. Раббымыз, олар намазды барлық шарттарын сақтап беріле толық орындайтын болсын және адамдардың кейбірінің жүректерін оларға бұр деп мінәжат еткен.